сіздермен Мади, және біз бүгін Майнкрафт выживанияны жалғастырамыз. Бізде видео көп шықпай қалды, және себептері айтқым келмейді. Кесіңізді айтқым келмейді. Және біз бұрынғы 0.15.0 версиясында біз дюб тауып алдық та, сол дюбпен біз железоны көбейтіп алдық. Бірақ ол читқа жатпайды ғой, дюб қой, баг. Содан мен өзіме броня жасап алдым, және нұралиге броня жасадым. Осы сериядан біз мүмкін шахталармен жүреміз. Қазір заттарымды алып алайын. Факел жоқ па? Қазағаш, факелдар жасап банкрот болғанымыз. 8 факел бар екен. Осының аяқта. Тағы біраз факелдар жасайық. 20 факел жететін шығар шахтаға. Және кеттік шахтаға. Неме керек еді бізге? Лопата керек екен, лопата жасайық. Бұл видео Нұрали келмей қалды, ол басқа ауданға кетіп қалды да. Сондықтан жалғыз түсіріп жатыр. Осы видеода шахталармен жүретін болған сияқтымыз. Және осы жерді біз қазып тастағанбыз. Бұл жерде біз редстоун тауып, соны кеспей кеткен болатынбыз. Өйткені железо жетпеген болатын. Қазір кесіп алайық. Мына жерден былай түседі екен. Сонда тура кетсек шыға алмай қалады екен. Осылай шықсақ, онда мен былай қазам. Ана жақты қазыппыз біз. Мен Майнкрафт жаңа версия скачать етіп алдым да. Бұл версиялар жоғалтып алмайын деп бір папкаға сақтап қойғам. Бұл версиядағы осы мирді жоғалтып алмайын деп папкаға сақтап қойғам. Сол мир. Желез тауып алдық. Бірақ алмаз жоқ болып тұр. Міне золото да таптық. Бірақ алмаз жоқ. Золотаның қасында алмаз болар. Редстоун таптық. Редстоунды қазып жатқан кезде алмас сияқты ойлайды екен да.
баса берейік. Енді шуткам кішкене қатып жатыр. Өйткені бұл Майнкрафттың версиясы қуады екен. Қазір паузаға қойып қайта ораламын. Бәріңізге сәлем, мен қайттан жалғастырамын. Үстінде көріп тұрғандарыңыздай мен Майнкрафт басқа версиясын скачеттім. Сол скачать еткен версиямен ойнайық. А то ана версия қатты лагать деді екен. Блин, мында графика кетпейді. Неге қазбай жоқ қой? Мұнда алмаздар таба алмадық. Онда мен жаңағы железоларды кесіп кетсек. Железо көп қой. Шақтан үйдің ішінен қазақты Нұралидің идеясы болған. Біз қаздық енді ішіне. Осы видеоға түсірмей бәрін качеттеп алғанымызға кешіріңіздер. Осы видеода біз шахтаға барып келдік. Және сіздер мені көрсеткен кезде, блокмен мультиплеерді көрсеткен кезде мен осы немеге адамдарды кіргізген болатын. Сосын қайттан приватты өшіріп тастап, қайттан адамдар шығарып жібердім. Нұрали екеуміз ғана кірейік деп. Енді далада жүре тұрайық. Қазір бір қой өлтіріп тамақ алып. Аз көрінбейді. Транспорттың аз тұтылы. Ой, блин, атты мен не үшін отым түк түспейдес. Түгетеді енді, бірақ бұлай. Әзер білмей крипер жағып кеткен ғой мені. Алар құрап тастады ма, сондай бір нәрсе. Мына қойды өлтірсек па? Жоқ, мен өлтірмейік былай. Слышь, папа, кешіріңіздер, просто скучно болып кетті.
және бәріңізге сау болыңыздар. Сіздермен болған Мадис. Каналымызға жазылып лайк қойыңыз.